Енді құрметті жамағат, ниеттің фиқтағы мәселелерін айтып кете салайын. Фиқи мәселеге тоқталайық, өйткені көп жағдайда төрт мазхабта осы ниет мәселесі маңызды. Ниет мынандай нәрсе, реттеуші деген қасиеті бар. Мысалы, сіз 4 ракат намаз оқыдыңыз қазір, оны сіз 2 ракат намаз деп айтайықшы. Ол жерде бірнеше ниет бар. Егер сіз оны парыз деп орындасаңыз, ол парыз болады. Бірақ парыз намазды сүннет деп ниет етіп қалсаңыз, ол парыз үкімнен жойылады. Мынау құлшылық, намаз. Намазда ниет қандай? Шарт қой. Намаздың қанша парызы бар жамағат? 12 парыз бар. Соның біреусі не? Ниет ету. Басынан түсіндірейін. Енді намазды сіз ниет ету керексіз. Қазір сіз құптанға келдіңіз ба? Ойыңызда, жүрегіңізде құптан деген нәрсе тұру керек. Ал жүрегіңізде, ниетіңізде асыр деген нәрсе тұрып, құптанды оқысаңыз, онда құптаныңыз дұрыс болмай қалады. Көрдіңіз бе? Нәпіл намазға айланып кетеді. Сіз қайтадан құптан оқу керек боласыз. Өйткені ниетті сіз құптан деп жасаған жоқсыз. Түсіндіңіз бе? Бірақ 2 ракат, 4 ракат намаз бәрі бір ғой. Осы 4 ракат намазды сіз парыз ниетімен парыз қылып оқи аласыз. Осы 4 ракатты сіз сүннет қылып оқи аласыз. Осы 4 ракатты сіз нәпіл қылып оқи аласыз. Осы 4 ракатты ант етіп қойсаңыз, Аллаға нәзір етіп қойсаңыз, уәжіп қылыптан ести аласыз, оқи аласыз. Көрдіңіз ба? Ниет не істеп жерді? Бір түрлі намазыңызды 4 түрлі намазға айландырып жерді. Бірақ сіз соның біреусін ғана таңдау керексіз. Түсіндіңіздер ғой? Бұл фиқи үкімінде де ниетте